Бірінші, сөйлесу. Мұқият тыңда. Адамдармен сөйлесу бұл жай ғана сөздерді ары-бері лақтыру емес. Бұл өз симфонияңды құратын өнер. Сенің сөздерің тыңдармандардың жүрек қағыстарына әсер ететін әуен тәрізді шығу керек. Оларды бос әңгіме теңізінен алып шығу үшін сенің идеяларың анық, сөздерің нақты болу керек. Сенің дауысың тыңдаушыларды баурап алуға қажет құрал. Сондықтан оның әуенін дұрыс келтіре білуің керек. Сенің өзіңе деген сенімің, күш-қуатың сенің сөздерің арқылы тыңдармандардың құлағына кіріп, олардың жан дүниесін баурап алу керек. Жай сөйлеп қана қоймай, оларды сенің артыңнан еретіндей ырғақпен ойыңды баянда. Сен не айтқың келетініңді өзің түсінуің мүмкін, бірақ бұл жерде маңызды болған нәрсе тыңдармандардың жаны оны сезінуі. Есіңде болсын, табыс тек сенің не айтқаныңа байланысты емес, табыс сенің қалай айтқаныңа да байланысты.